Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен балды торт рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге керегі 2 жұмыртқа, 200-250 грамм қант, 2 ас қасық бал, 50 грамм сары май, 1 бал қасық ас содасы және де 500-550 грамм ұн қажет. Енді жұмыртқамызды, қантты, сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет, және 2 ас қасық балымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып, ерігенге дейін орташа отта ұстаймыз. Яғни қыздырамыз, толықтай қызуы керек, және де міндетті түрде бұлғап тұруымыз қажет. Массамыз толықтай ерігеннен кейін 1 бал қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Енді массаны оттан түсіріп, ыссы күйінде ұнымызды біртіндеп салып, араластырып тұрамыз. Енді массамыз суыған соң, үстелге аздап ұн сеуіп, қамыр илейтін боламыз. Ұнды көп салуға болмайды, әйтпесе корждарымыз қатып кететін болады. Дайын болған қамырды 7-8 бөлікке бөліп, целлофанға орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қатырып қоямыз. Енді ол уақыт ішінде крем жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 2 ас қасық ұн, 150-200 грамм қант, 10 грамм ванилин, 100 грамм сары май және де 500 мл сүт қажет. Енді ыдысымызға ұнды, қантты, ванилин және жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға біртіндеп сүтімізді құйып отырып, жақсылап араластырып, орташа отқа массамыз қоюлағанға дейін араластырып бұлғап тұрамыз. Міндетті түрде араластырып тұру қажет. Әйтпесе ортасында түйіршіктері қалып қоюы мүмкін. Сондықтан түйіршіктер қалмау үшін міндетті түрде бұлғап тұру қажет. Міне массамыз осылай қоюлағанға дейін және бетінде сәл ғана көпіршіктер шыға бастағанда оттан түсіреміз. Енді бөлме температурасында сары майды осы массамызға ыстықтай кезде салып, бәрін жақсылап араластырып, бөлек ыдысқа құйып, бетіне пищевой пленканы жауып, суығанға дейін қойып қоямыз. Енді тоңазытқыштан қамырды алып, барлығын шанышқы етіп жайып, осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Корждарды ысылай күйінде үстіне тарелка қойып, жан-жағын кесіп аламыз. Міндетті түрде ыссы уақытында кесу керек, әйтпесе суығаннан кейін ол қатып кетеді де үгітіліп, сынып қалатын болады. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Тортымыз жыжы күтпеу үшін тарелкаге аздап крем жағып аламыз. Осылай барлық тортымызды жинап болғаннан кейін, жаңағы қалған корждардың жандарын салафан мешочкаға салып, оқтаумен немесе блендерға салып үгітіп аламыз. Содан соң тортымызды әдемілеп, жан-жағына бәріне сеуіп, жақсылап жағамыз. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа шамамен 1-2 сағатқа сыну үшін қойып қоямыз. Мінекей балды тортымыз дайын болды. Бұл торт өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шықты. Осы рецептпен пісіріп көруіңізге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.